Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Менің есімім Мәсен. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге қазіргі таңда не өсіп жатқанын көрсетейін деп жатырмын. Әзірге ештеңе де еге алмай отырмын, себебі күн суытып кетіп жатыр. Сол себептен қазіргі таңда мен не бар, соны сіздерге көрсетейін деп тұрмын. Алдарыңызда бұл жерде енді клубника оны Виктория сорты міне гүлдеп жатқан. Міне өнімін қараңыздар. Анау жаңағыдай сары гүлдер. Мына клубника сары. Мынау жаңағы мына Виктория міне сары. Қараталда бізде өте қалада өте көп. Міне сары гүлдеріміз. Бұлар енді бастап гүлдеп жатыр. Оның гүлі кішкентай. Мына Викторияның гүлін қараңыздар. Мына гүлін көрдіңіздер ғой, өте кішкентай. Міне мына жерден арам шөп болып жатыр. Мәлімдемеңіздер, бұны біз артынан алып тастаймыз. Сол себептен әзірге осылай өседі. Бұл жаңағыдай сары құлпылайдың қызыл түрі өте көп. Міне бұл үздіксіз гүлдейді. Сол себептен осындай. Және бізде бір сорт бар, бірақ атын білмеймін, өкінішке орай. Өте керемет. Қараңыздар, өнімін қараңыз. Алдында гүлдеген кезде барлығы толып тұрған. Міне елеп бастап шығып жатыр. Өте керемет сорт. Осы бір ғана штугы менде шықты, содан қаншама қаттап кетті. Өте керемет. Сол себептен білмеймін әзірге қандай екен. Мына жердің барлығында міне өнім бар. Өте керемет сорт. Аламын десеңіздер де бұйыртса. Қазір үлкендерін көрсетейін. Өте ертелет және де міне өте күзге тамақ тағы да береді. Одан кейін енді еккендерін көрсетемін. Мына жерде пекинский капуста. Мына жерде стакандарды лақтырайын. Пекинский капуста міне өсіп жатыр. Пекинский капуста бұл енді өте жақсы көреді мені. Қалай айтсам болады. Салқында өте жақсы көреді. Сол себептен өте кішкентай болып тығыншықтап өте керемет шығып жатыр. Бірінші егудемін ес пекинский капустаны. Өте көп болып еді, білет көшетін далада қалдырып қойып бәрін күйдіріп өлтіріп алдым. Сол себептен 1, 2, 3, 4, 5 рет ғана бар. Негізі көп бар еді менде. Бәрін ұмытып кетіп күйдіріп алдым. Сол себептен осының барына да шүкір. Одан кейін укроп да қазір міне бастап шығып жатыр. Мынандай шөптен бізде өте көп енді. Құтыла алмай қойдым бұдан. Білесіздер, корень солодкий. Қытайда деген бұны километр тереңдеп қазылады осыны. Біз ауылда қатысаңыз енді шөпші өте көп негізі. Просто былай жаңағыдай залалсыздандырмасын, жеу апасына, қолдану апасына. Орыстар бірақ жей береді ғой, біздер қолдана алмаймыз. Міне осындайлар өте көп. Тамыры деген кетіп жатыр. Барымша күрескен өзінде де. Міне укроп шығады, және де одан кейін редиска екпеймін. Редисканың екі сорты. Мынау кішкене дөңгелек болатыны, және де қазір көрсетейін сіздерге. Ұзынша болатыны. Одан кейін жерде жуалатып бөліп отырғызатын едім. Қияр егенде бұны сол себепті осылай жатқызып тастадым. Ондай етпейді, алып кетеді. Мына жердің барлығы морковь ектім. Морковь ектім, және де свекла. Міне қасында жанды свеклалар уже кейбір жерінде бар, кейбір жерінде жоқ. Салқынға тап болды. Сонымен сөйтіп шығып жатыр. Мына былтырғы менің өзімнің отырғызған сливаларым. Яғни өзімнің сливаларымды міне отырғыздым осылай. Бір бағытпен өсіріп жатырмын, әдемі болып. Өте керемет болып жатыр. Яғни сталдарымды жаңартып жатырмын. Әрине жақсы жаңартып немесе жаманды да көрсетейін. Былтыр гүлдеп тұрған персик үсіп кетті, аяздан төбінен шығып жатыр. Қараңыздар, бұл қай уақытта өседі, енді бір құдай біледі. Там жақсы гүлдеп тұрған персик аяз үсіріп жіберді. Виноградты солай қазір көрсетемін сіздерге. Виноградты үсіп кетіп міне төбінен шығып жатыр. Білмеймін бұл қашанға дейін жалғасатынын. Именно гүлдеп жатқан кезде бізде аяз соғады, батыстың сол жері қиын. Өкінішке орай жалғыз персик емес, вишняға да әсер етті. Біз неше жылдан бері өнім өткенде осы бірінші рет шығар. Вишня мен слива бізде гүлдемей тұрған. Қанша жылдан бері тарихта болмаған жағдай, осы бірінші вишня мен слива именно гүлдеп жатқан кезде бізде аяз соғып, гүлдің барлығы ұшып жүріп, биыл өнімсіз қалып тұрмыз. Негізі бар гүлдеген толып тұрды алдында. Аяз келді, барлығын үсіріп жіберді. Әйтеуір талдың өзі аман, самый главный. Келесі жылда бұйырса өнім алатын боламыз. Бірақ сендерге айтайын, биыл алманың жылы бұл. Қай үйге барсам да абрикос, вишня, сливалар үсіп кетсе де, алма талдар кәдімгідей өте керемет болып жайқалып, гүлдеп керемет болып жатыр. Қазір көрсетейін. Бас жағында қазір. Көрдіңіздер, алманың қаншама алма. Және де қазір жақындап көрсетейін. Алманың биыл алманың жылы, вишня, слива жоқ болса, бірақ алма талымыз бар. Алма талдар өнімдері өте керемет. Мен соны түсінбедім. Алма талды енді гүлі үстімеген, себебі бұл жайрақ шыққандықтан ойлап тұрмын. Себебі жайрақ шықты, яғни бізде вишня мен слива өте ерте гүлдейді ғой, сол себептен бұл алма тал орташа. Одан кейін замырсқыдан кейін гүлдеді, сол себептен бұлар аман қалып тұр. Тағы бір сорт бар, міне көрсетейін. Мынандай қазір желіп шығып жатыр. Және де грушаның жартысы өліп, жартысы тірі қалып, қараңыздар. Әйтеуір өнім бар, оған да шүкір. Міне өнім бар. Оған да шүкір, бірақ өнімнің өзі бір түрлі түрлері қызық болып шығып жатыр. Енді оған да рахмет. Бітеме жеген, көрдіңіздер. Биыл талдың жылы емес, не болса да. Бізде өмірімізде бірінші рет бұндай жағдай болып тұр. Бірақ бізде смородина ауыратын еді. Смородина ауырмай қалған, ал түсінбейді. Осы смородина жыл сайын бізде ауыратын еді, бірақ мен бастаппын ауырған шамалы. Бірақ көбісі ойлаймын, алдында замырсқыдан кейін тарақандар бәрі үсіп кетті деп ойлаймын. Сол себептен мыналардар клубника смородина толып тұр. Бұл смородина өзінен өзі шыққан смородина. Ешқандай ешкім еккен жоқ. Жылда өзі шығады. Тағы біреу бар, ол басқа жерде. Одан бірақ гүлдеген жоқ ол. Анау гүлдеп, зиян келсе өліп қалған. Кейбір жерінде ғана бар екен. Көрдіңіздер ғой. Міне личинкаларын сіздерге көрсетейін. Міне личинкалар бар. Осы личинкалар ертең жапырақтарын жейді. Мына қараңыздар. Личинкаларын көрдіңіздер ғой. Солай. Және сіздерге ана көптен бері жаңалығымен бөлісейін деп тұрғаным. Былтырлар менің үнемі оқырмандарым болса біледі, мына жердің барлығын мен қызанақ еккен болатынмын. Биылғы жылы ешқандай ештеме еккен жоқпын. Тек қана клубника ектім. Көріп тұрсаңыздар 1, 2, 3, 4, 5, 7 рет құлпынайдан тұрады.
құлпынайда пока арамшөп болып жатыр арасы, бірақ та дегенмен тазарылады. Арасына осылай мен соломен салып шықтым. Ол неге? Ол әрине құрғап кетпеу үшін, яғни суды сақтау үшін. Соның өзінде көріп тұрсаңыздар, мықты арамшөп өте көп болып кетіп тұр. Незбаларын барлығын жауым керек. Онымен қалып қойып тұр. Міне оны қолда аяздан көрмегені жоқ. Міне астыңғы жапырақ, үстіңгі жапырақ бәрі суып кетті. Міне қайтадан күн салқындап кетті. Міне қайтадан ауырып жатыр. Міне биылғы жыл деген бізде қиындау жыл болып тұр. Міне сары бастап жатыр бізде уже. Осы сарымен уже күресу, міне сары шығып жатыр. Бұл деген өте нағыз зиянкестердің бірі. Сары көрсетіп сіздерге, міне уже бастап жатыр. Бұны басынан алып салмасаңыздар уже атжанады. Басымызға бәле болады. Міне қараңыздар. Бұл кішкентай ғана бір несі сарысын қалып қойса, оған достаточно. Яғни бұл тамырсыз өсе беретін арамшөптердің бірі. Яғни бұда тамыр болмайды, осылай көбейе береді. Бұл жерде негізі мұндай жоқ еді. Міне қараңыздар, көрдіңіздер ме? Осылай оралып, бұл жапырақтардың соғын алып, осылай көбейеді. Қараңыздар. Солай әзірге де істейтін заттар көп. Араларында шөмін тазартып, өзі капіне полив кетеді. Өнім егетін адамдар белгілі. Осылай жылда бірсе былай болса, бірсе осылай болады. Міне көріп тұрсаңыздар. Клубникада үсіп кетіп жатыр барынша. Талдарымызды да енді сол себептен енді бұйырғаны болады. Табиғаттың заңдылығына ештеңе де істей алмаймыз. Сол себептен көнеміз. Міне мына жерде көріп тұрсаңыздар, енді бізде мал әзірге далалықта болғандықтан осылай банандардың барлығын осылай лақтырамыз. Витамин әрі жаңағыдай босқа қалдырмау мақсатында. Міне жақында лақтырған банан, міне құрғақ осылай қытырлап күшті витамин болады. Осылай ұнтақ астарын салып жіберсем, осылай міне керемет витамин болады. Осылай құрғатып қоямын. Содан кейін осылай салып шығамын. Так, одан кейін мына жерде малинаны да осылай барлығын салып жатыр. Әзірге бұл жерде арамшөп жоқ, өте керемет болып өсіп жатыр. Ешқандай арамшөп жоқ. Сол жер жақсы. Мысалы, шамал жерлерде бар, мына жерлерден оларды алып тастауға болады. Бұл жерлер қиын емес. Міне карамелька деген сорт, яғни үздіксіз бере береді. Бұйыртса, бұларда күзге таман тапсырысқа шығатын болады. Міне көрдіңіздер, бұларда үсіп кетті. Қазір көрсем, міне жапырақтар алдында. Аяз деген өте мықты болды. Ар жақта да үсіп кетті, шығып жатыр. Енді қайтадан күн салқындап кетті. Жаз бола ма, биыл жаз болмай ма? Ол да белгісіз, ештеңені еге алмай отырмыз. Мелиссамды қараңыздар, шықпай қалды. Негізі міне көрдіңіздер, үсіп кетті мелиссам. Мята міне шығып жатыр. Мята көріне доғалақтан қасын аман қалды. Шығып жатыр. Керемет иісі. Қиярларымызға келетін болсақ, қиярларым жаман емес. Әзірге осылай. Баклажкамен де жауға болады. Қолдан 5 литр баклажка болса, бірақ олай жалдырып қажу, 5 литр баклажка күйіп кетеді. Одан кейін экстрагон немесе тархун деп көбісі біледі. Енді уже қанша мынандай өсіп кетті, бұны алып та жей берсеңіздер де болады. Сокпен істегенде өте керемет. Бұйыртса әкемнің бұйыртса шектілік болады, сол кезде бірінші жылы соған мабыт жасап беретін болармыз, пайдаланыстырып. Не біреу білсе біреу білмейді, әкемнің қиққанына биыл екінші жыл бірінші шектігін жасаймыз, алай бұйыртса. Және де мына жерде ежевика міне новый растуктар шығып жатыр. Бұлар бұйыртса күзде тапсырыстарға жіберіледі. Алда осы жерден қалған жоқ, бәрі кетіп еді. Енді қайтадан міне өсіп жатыр. Бір жақсы жер, бір ексеңізде осылай жыл сайын қаптап шығады. Ежевика өте керемет. Ежевика алтайская деген. Міне тағы бір өскенімізде смородинаның біреуі. Бәрін кесіп салған болатын. Міне көріп тұрсаңыздар, мына жерде міне қаншама растуктар шығып тұр. Бұл енді гүлдеген жоқ, негізі гүлдеп жатыр, үсіп қалыпты. Сіздерге де тағы бір не айтайын. Бұл айтсам чеснок жусай деп айтады, жусай деп айтады көбісі. Тағақта өзі жеке өсетін, дүниесі сондай бар, міне жылда өзі шығады. Дәмі өте керемет, тұқымдарын әдейі алмай тұрмын. Енді өзі шашылып шықсын деген мақсатпен. Өте керемет, жуаға да ұқсайды, пиязға да, және егеде ұқсайды. Чеснок самсаққа да өте ұқсайды, сол себептен тамаққа не қосқанда өте керемет дәмі. Сіздерге де айтып сол өсіп жатырмын. Міне көріп тұрсаңыздар, жылда шығады, ойлап едім, қапта әбір жерде шығып тұр. Бұйыртса бір жерге бәрін отырғызуым керек болып тұр. Әзірге кішкене өсе тұрсын. Міне сливадан келетін болсақ, өте жылда қаптап шығатын слива. Міне биылғы гүлі толып шыққан, аязға келді, үсіп қалып барлығы түсіп қалды. Айтып тұрмын ғой, неше жылдан бері, 10-20 жылдан мен естіп келгелі талдарымыз гүлдеп жатқанда, міне биыл бәрін үсіріп жіберді. Сол себептен ауа райынан не болса да бәрін де күтуге болады. Сирен де сол, жартысы үсті, жартысы шығып үлгенше үлгерді, гүлдеп, ода да гүлдеген білмей қалдық. Қазір бәрі үсіп қалды. Қазір бәрі үсіп қалды. Биыл гүлсіз де қалдық, несіз де қалдық. Ештеңе де жоқ биыл. Сол себептен енді бағана разы боламыз. Сіздермен бөлісіп жатырмын. Енді не шара көнеміз. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда бұйыртса қиярлардың, тағы да басқа көкөністердің күтімін айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Айтпақшы, конкурста ұтқан адам хабарласты. Сол себептен қайтадан ойнатпаймын. Көп рахмет. Тұқымдарға әлі тапсырыс жүріп жатыр. Күн салқын жақтар болса, шыбықтарға да тапсырыс жүріп жатыр.